Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Сонау ертеде бір адам өмір сүріпті. Оның бар ойы тек жаратушыны ғана қуанту, оған құлшылық жасап, күні-түні дұға ету болған екен. Бірде жаратушы оған былай дейді: мен сенің анау тасты орнынан қозғағаныңды қалаймын. Адам орнынан тұрады да, жүгіріп барып жаратушы меңзеген тасты орнынан қозғамақ болады. Бірақ кешке дейін қанша әрекеттенсе де тасты орнынан қозғай алмайды. Келесі күні де ол алып тасты орнынан қозғауға барынша күш салғанымен, оны орнынан бір елі ғана жылжыта алады. Тасты қозғаумен ол 3 ай уақытын өткізеді. Бірақ оны мүлдем орнынан жылжыта алмаған соң әрекетін тоқтатыпты. Сонда жаратушы сұрайды: неге сен тасты қозғамай қойдың? Қанша әрекеттенсем де ол орнынан қозғалмайды. Әрекетімнен ештеңе шықпады. Ештеңе шықпады деймісің? Айнаға қарашы. Сен осыдан 3 ай бұрынғы емессің. Қандай өзгердің? Сен 3 ай бойына қандай табандылық таныттың? Шынықтың, жаттықтың. Оның үстіне мен саған тасты орнынан жылжыт деген жоқпын. Тек қана қозға дедім. Осы табандылығыңнан қайтпасаң, мақсаттарыңның бәріне жетесің. Сен тек әрекет етсең болды. Ал жолыңдағы алып та ауыр тасты мен өзім жылжытамын уақыты келгенде. Иә, әркім өз жолындағы тасты табандылықпен қозғауға күш салу керек. Әрі қарайғы жолға дайын болғанымызда, жолымыздағы тас керек кезде, керек уақытында және керек жағына қарай өзі жылжиды екен. Бұл ғибратты әңгімеден әркім өзіне керегін алды деп ойлаймын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.